Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналда шағын сэндвичін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен жылы сүтке, 300 грамм сүтке 1 қасық қант, 1 қасық тұз және 1 қасық қаштығын салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық май 20-30 грамм, 1 жұмыртқамыз салып 1 келгі араластырамыз. Толық араласып болғаннан кейін 400 грамм ұнымызды блинчиктің көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабысатындай болып шығады. Кішкене ұн сеуіп жіберіп, қамырымды жинақтап аламын. Қамырымды жинақтап болғаннан кейін бетіне 1-2 қасық сұйық майымды құйып жібердім, жабысып қалмас үшін. Одан кейін бетіне жауып, жылы жерге көтерілгенше қоятын боламын. Қамырым көтерілді. Енді мини шағын сэндвичімді жасайтын боламын. Кішкене ұнымды сеуіп, қамырымды 1 келкі алып жинақтап аламын. Өйткені қамыр қолға жабысатындықтан осылай ұнның көмегімен, сұйық майының көмегімен жинақтап алатын боламын. Ұнның көмегімен жинақтап болдым. Енді кішкене сұйық майды осылай жан-жағына жағып, қолға жабысып қалмас үшін сұйық майды пайдаланатын боламын. Қамырымды жинақтап болғаннан кейін өлшейтін құралмен әр шағын сэндвичімді 100 граммнан өлшеп алатын боламын. Егер қамырыңыз қолға жабысып жатқан жағдайда сұйық майды пайдалансаңыздар болады. Қамырымыз дайын болды. Енді бетін салапанмен кішкене жауып қоямын. 10 минуттан кейін осылай оқтаудың көмегімен жайып шығамын қамырларымды. Оқтаудың көмегімен өте жұқа, өте қалың болып кетпеу керек. Орташа қалыңдықта жайып шықсаңыздар болады. Жайып болғаннан кейін сұйық майыңызды дәл осылай видеодағыдай жағып шығасыздар. Жағып болғаннан кейін видеодағыдай осылай бетін жабамыз. Одан кейін бір жақ шетіне сұйық майды жағып алып, тағы да бетін жабатын боламыз. Мінекей дайын болды. Бірінші көрсеткендей дәл осылай қамырларыңызды жайып, ортасына майды жағып, сұйық майды дәл видеодағыдай жасап шығасыздар. Пісірместен бұрын алдын ала газымызды қыздырып қойдым. Қамырын 200 градуста 35 градусқа қойып пісіріп алатын боламын. Порумыма салдым, енді бетіне жұмыртқаны жап шықтым. Бетіне мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. Қамырымызды енді пешке жіберетін боламын 200 градуста 35 минутқа. Болшықларымыз дайын болды. Енді ортасында салмасын дайындайтын боламын. Ортасында салмаға қияр, қызанақ,
кішкентай сыр және лаваш жапырағы керек болады. Дәл осы видеодағыдай жұқалап немесе орташа қалыңдықта турап шықсаңыздар болады. Жапырағымызды жақсылап жуып алдым. Енді видеодағыдай турап аласыздар. Қатты жерлерін алып тастадым. Булочкамыздың осылай қалтасы болады, сол қалтасына салып шығатын боласыздар. Ортасына салмасына майонез және кетчуп араластырып, осылай қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алдым. Осының ортасына жағып шығатын боламын. Өз қалауларыңызша жасаңыздар болады. Лаваш жапырағын салдым. Енді шұжығымды кесіп аламын, орташа қалыңдықта. Енді шұжығымды орналастыратын боламын. Алдыңғы жағына қызанақ, қияр және сырды орналастырып жасасаңыздар болады. Сэндвичіміз дайын болды. Дәл осылай, дәл видеодағыдай жасап шықсаңыздар болады. Мінекей сэндвичтеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.